Сәлем достар, мен бүгін сіздерге 10 сотық жерге қалай кезекке тұруға болатындығы жайлы айтатын боламын. Менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен егов мобильді қосымшасын телефоныңызға жүктеп аласыз және де ондағы қызметтер бөліміне өтесіз. Қызметтер бөліміне өткеннен кейін онда жылжымайтын мүлік және де ТКШ деген жазу шығып тұрады. Сол батырманы басасыздар. Ол батырманы басқаннан кейін сіздерде тағы да жеке тұрғын үй құрылысына жер учаскесін алуға кезекті қарау немесе кезекке тұру батырмасы шығады. Сол батырманы да басасыздар және де ол батырманы басқаннан кейін сізде авторизация жасау, яғни жасамау, болдырмау деп шығып тұрады. Әрине сіздер авторизация жасайсыздар. Ол үшін ең алдымен өздеріңіздің иіндарыңызды және де жеке номерларыңызды жазатын боласыздар. Немесе ETSP ключ арқылы кірсеңіздер болады. Және де өздеріңіздің иіндеріңізді жазып болғаннан кейін, өзіңіздің ұялы телефоныңызды жазғаннан кейін сізге SMS коды келетін болады. Және де кодын жазып, сіз егов мобильді қосымшасына тіркеле аласыз. Тіркелгеннен кейін осылай сізде кезекке қою немесе кезектен шығару деген секілді батырмалар шығады. Сіз кезекке қоюды басып, жалғастыруды басасыз. Ал одан кейін өзіңіздің аймағыңызды, яғни қай жерге кезекке тұрғыңыз келеді, сол аймақты таңдап аласыз. Мен мұнда Нұр-Сұлтан қаласын, яғни Алматы ауданын таңдадым. Одан кейін өзіңіздің бұрын кезекке тұрмағаныңызды растап, қызметті алу батырмасын басасыз. Және де басқаннан кейін сол жерден сізге кезекке тұрғандығыңыз туралы автоматты түрде құжаттар шығатын болады. Егер де менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.